Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен тауық етінен қазан кебап дайындаймыз. Тамақ өте ерекше, өзгеше болады. Сіз де дайындап көріңіз. Жасалу жолы өте оңай. Ол үшін алдымен қазанға сұйық майымызды құйып, ашылған картоптарымызды домалақ күйінде қызыл алтын түстес етіп қуырып аламыз. Картоптарымыз құрғақ болған дұрыс. Онан кейін тауықтарымызды қызып тұрған майда қып-қызыл қып әдемілеп қуырып аламыз. Оның үстіне пияздарымызды салып қуырамыз. Пияз қуырылам дегенше картоптың үстіне тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, кинза немесе кориандр, өзіңіздің қалаған дәмдеуішіңізді салып араластырамыз. Біздің пияз дайын. Үстіне ет салып, тұз бұрышын салып араластырамыз. Үстіне картоп саламыз. Жарты кружка су құйып 45 минутқа орташа отта пісіріп аламыз. Ас болсын.